Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге Drive KZ арнасы. Біздерде бүгін деген S, S1, D1 деген осы 4 категория бар екен автодром ойынында. Осы категорияларды бүгінгі видеода біз Қарағанды қаласының автодромында өтетін боламыз. Бұл видеоны түсірдеп бізге бір жазылушымыз комментарий қалдырып кеткен екен. Сондықтан да осы видеоны қазір мен түсіріп жатырмын. Сонымен қатар достар, осы автодром ойынын мен сатамын, яғни білетін шығарсыздар, білмейтін болсаңыздар, бұл ойынды негізі көбісі 1000 теңгеге 900 теңгенің айналасында сатып жатады, бірақ та мен одан 3 есе арзан, яғни 300 теңгеге сатамын достар. Бұл ойынды алғыларыңыз келетін болса, комментарийде тұрған немесе описаниеде тұрған менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады достар. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Арнаға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Әдеттегідей поворотникті солға жағып линиядан өтеміз, өткеннен кейін сөндіріп тастаймыз, және де жүретін кезде аварийканы сөндіреміз, яғни ручникті түсіреміз, және де ременді тағамыз. Осы жерде 2 секунд ұстап тұрамыз, одан кейін жүріп кетеміз. Яғни артқа сіздер жылжып кетпеулеріңіз керек. Аварийный остановка болған кезде сразу аварийканы қосып тоқтайсыздар, одан кейін аварийканы сөндіріп, сосын барып жүретін боласыздар. Бұл жерде солға поворотникті қосатын боламыз, және де тіке прямо жүре беретін боламыз. Бұл жерде солға бұрыламыз, мінекей. Бізде жасыл жанды, яғни жүре берсек болады достар. Егер де сіздерде келген беттеріңізде жасыл жанып тұратын болса, онда кішкене күтіп, қызыл жанғанын күтіңіздер, одан кейін қызыл жадып, сосын жасыл жанғаннан кейін бірақ жүрсеңіздер абзал. Әйтпесе достар, сіздер өтіп бара жатқан кезде үстілеріңізден жасыл жанып тұрып, бірақ тура өтіп бара жатқан кезде қызыл жадып қалып, сіздер автоматты түрде 100 балл алып, тестті провал жасауларыңыз мүмкін, сондықтан да соны ұмытпаңыздар. Қазір мен қарап жүрейін, видео түсіріп жатыр екен бізде. Енді солға поворотникті қосатын боламыз. Мінекей бізде жасыл жанды жүре берсек болады. Поворотник қосылып тұр солға бұрыламыз. Қазір біздерде деген пойыздың жолы, яғни бұл жерде стоп деген белгіні көріп тұрғаныңыз шығарсыздар, осы жерде линияның бойында тоқтайтын боламыз. Тоже достар 2 секунд тоқтаймыз. Одан кейін солға поворотникті қосып жүре берсек болады. Енді біздер тіке жүре беретін боламыз. Енді біздер деген алда змейка, задний парковка, яғни гараж, және де параллельный парковканы орындайтын боламыз. Мінекей. Достар, бұл ойынды көбісі, яғни TikTokта, басқа да жерлерде көретін шығарсыздар, 990 деген секілді бағаларымен сатады. Мен деген одан 3 есе арзан, яғни 300 теңгеге сатамын. Оны алу үшін описаниеде тұрған менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар жеткілікті достар. Мінекей бізде гараж жаттығуын жасау үшін осылай келеміз, және рөлді до конца оңға бұрып, көлікті осылай бұрып аламыз. Одан кейін аварийканы жағамыз, артқа саламыз, және де шамалы тіке жүріп, одан кейін рөлді до конца солға бұрып, тіке жүріп, осы ақ линияның тура ортасына 2 артқа дөңгелегіміз тиіп тұру керек. Одан кейін поворотникті солға жағып, осы жерден ақырын ешқандай линияны баспай шығып кетеміз достар. Линияны басатын болсаңыздар, сіздерге плюс 25 балл қосып беретін болады. Кезекте бізде параллельный парковка. Бұл кезде тоже осылай тоқтаймыз, артқа саламыз, аварийка қосамыз, рөлді до конца оңға бұрып, осылай бұрып аламыз, одан рөлді түзу қойып, сызыққа жеткенше дейін түзу жүреміз. Сызыққа жеткеннен кейін рөлді до конца солға бұрамыз. Мінекей, қазір кішкене алға жүре алайын, әйтпесе менде шығып кетеді, және де қайтадан артқа солға бұрып жүре береміз. Сол кезде мінекей достар, біздің 2 дөңгелегіміз де параллельный сызыққа туп-тура ортасына тиіп тұрады, яғни біз жаттығуды сәтті орындап шықтық. Одан кейін ақырын ғана осылай шығып кетеміз достар.
Енді ең қиыны осы жер достар. Бұл жерде енді деген біз повороттарда, яғни осы сары сызықтарды бас кететін болсақ, бізге 25 балл қосып береді. Сондықтан да бұл ең қиыны достар. Сондықтан да бұны осылай камераны өзгертіп, үстінен қарап өтуіміз абзал. Так, мінекей достар, біздер деген еш қиындықсыз өтіп кеттік, өте керемет. Енді достар, бізде болды, по сути. Енді тіке жүре береміз, және де бізде алда финиш күтіп тұр. Мінекей, алда бізде пешеходта біз уступать етеміз. Мінекей, так, бұл жерде 2 секунд тұрады екенбіз, және де біз сол поворотингпен старттан басасақ, аяқтаған кезде 10 поворотингпен аяқтайтын болғанбыз достар. Достар, бізде 2 подписчик болыпты. Енді видео салып жүргеніме бір айдай, каналдың ашылғанына бір айдай болып қалды почти. Давайте тез 10 подписчикке жеткізіп тастайық, және де комментарий жазып, лайк басып, активный болып отырайық достар. Келесіде қандай видео шығарайық, соның барлығын жазсаңыздар болады. Және де бұл ойынды сатып алу үшін менің WhatsApp номеріме жазыңыздар. WhatsApp номерім комментарийда және де описанияда болады достар. Ал ендеше сіздермен бірге болған Драйв KZ арнасы, келесі кездескенше.